Сәлем достар. Бүгінде кез келген жерден онлайн табыс табуға болады десем, қош сен де сетевойда айтасың ба деп, жұрттар көп сене бермейді. Негізі онлайн табыс тек сетевойда емес. Қазіргі таңда интернет арқылы, яғни онлайн форматта табыс табу сетевойдан басқа мамандықтарға да тән. Мысалға, жалғыз Инстаграмның өзін алатын болсақ, Инстаграмда пост жазатын мамандарды копирайтер дейді, сурет, видео түсіретін бренд-визуализаторлар бар, контент-маркетингпен айналысатын мамандар бар, таргеттік жарнама жасайтын таргетологтар бар. Бүгін 21 ғасырда үлкен офисті жалға алып, оған коммуналды қызметтер төлеп, өз жұмысшыларын кемінде таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыста қамап отырып ұстайтын уақыт емес. Яғни интернет арқылы жұмыс жасап, табыс табуға әбден болады. Егер сенбесеңіз, сіздермен бір эксперимент жасап көрейік. Мысалы, SMM мамандығын меңгерген адам өзінің клиентіне аптасына бір мәрте ғана барып, немесе мүлдем бармай отырып жұмыс жасауына болады. OLX қосымшасына кіреміз, SMM мамандығы дегенді таңдаймыз. Алматының өзінде 150, 200, 300 мың қараңдар, қаншама нелер, жарнамалар, сұраныстар бар. 80 мың, 150 мың, 50 мың, 70 мың деген сияқты, 30-70 мың да бар. Тәжірибесі жоқ адамдар ең басында осындай арзан бағаға жұмыс жасап үйренсе, әрі қарай біліктілігін арттырып, өзінің бағасын арттыра берсе болады. Қазір біреуіне звондайық. Мысалға, 100 мың, 120 мың орта есеппен үйден отырып табуға қалай ыңғайлы ма? SMM специалиста, понимание работы в Instagram, в едином стиле, писать на WhatsApp, будем назначать время собеседования. Көрейік звондап. Бисмилlah. Телефон алмайды. Жұмысқа кіріп кеткен дейді өзі. Келесіне звондайық. Жарайды. Бұл кісі менің қоңырауымды алмады. Міне. 120 мың, 180 мың. Айнұр деген мүмкін. Осы келіп қалар, е? Звондап көрейік. 5 минуттың ішінде SMM маманы болып, қалай жұмысқа кіріп кетуге болады деген видео. Сіз ешкім телефон алмайды дейді. Сәлеметсіз бе? Мен OLX қосымшасы бойынша жаңағы жарнама туралы звондап тұрған едім. SMM маманы керек деп жазғансыз, иә? Толық ақпарат беріп кетсеңіз болады ма? Гүлбақыт. Нелер, бизнес парақшалар жүргіземін, бірнеше парақша и өзімнің жеке. Киім жүргізіп көрген жоқпын, тамақ жүргізіп көрдім бір рет. Жалпы пост шығару, сторис жасау, суреттер өңдеу, видео жасау, қосымшаларда таргет настройкасы и жаңа сатушы, пост сатушы, видео, визуал деп айтады, таргетке арналған. Соларды. Ал негізі не кіреді менің жұмысыма? Нәрселер жасау керек. Негізі киім ба сонда? Киім ба сіздікі жаңағы парақшаңыз?
Аха. Сізге мысалға сіз суреттерін маған жіберіп, удаленный деп айтады ғой, мысалға мен сізге бармай жазсам бола ма? Аха, сізге барып суретке түсіру керек, е? Офиске барып па? Таңертеңнен кешке дейін. Неліктен? Постоянно үйден отырып жасауға болады ғой сол жұмысты. Тем более опыты. Все, ладненько. Все, ладненько тогда. Не устраивает. Им надо, чтобы мы в компанию к ним ходили. Устраивает, устраивает, не устраивает, не устраивает. В принципе, біздің пост жазу білетініміз, сторис салу білетініміз, таргеттік жарнама жасай алатынымыз, жаңағы фото, видео өңдей алатындығымыз, және сатушы пост, сатушы визуал деген сөздерді әңгімеде қолданғанның өзінде адамдардың өздері сондай нәрсені жасау керек, бізге сондай адам керек бізге деген сияқты қосымша еш нәрсе айтып жатырған жоқ. Сондықтан қорықпай, ұялмай оқып алғаннан кейін аптасына бір рет клиентке барып, немесе мүлдем бармай отырып үйден жасауға болатын мамандық. SMM мамандығы 100-150 мыңға дейін дейді. Звондап көрейік. Телефон тұтқасын алмайды, келесіне звондаймыз. Пекарня дейді. Айгерім, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сіз OLX-ке не беріпсіз, жарнама беріпсіз, SMM маман керек деп. Мен SMM маманы ретінде жұмысқа орналасайын деп едім. Оқуын оқыдым, бірақ нем жоқ, опытым жоқ. Мені бастапқы уақытта мысалға арзан бағаға опыт жинау сияқты алуға қалай қарайсыз? Өкінішке орай жоқ, себебі маған опытпен керек, менде уже без опыттар болды. Маған с опытом желательно. Негізі SMM маман ретінде сізге жаңағы жұмысқа алатын қыздарға қандай не қоясыз, талаптар қоясыз? Оларда уже основа болу керек, чтобы мен айтып жатқан нәрсені олар уже түсініп, сол программалармен жұмыс жасай білу керек. Мен оларды оқытып отыруға менде ол айтқанда уақыт жоқ, маған дайын адам керек. Программа дегенде неден жаңағы фото, видео өңдеу, жаңағы таргеттік жарнама, жаңағы обучениеда оның барлығын өттік. Сондықтан мен өзімнің парақшамда жасап көрдім, бірақ магазиндерге арнап жасаған жоқпын да. Жасаған жұмыстарыңызды жіберіңіз, WhatsApp-та мен көрейін. Осы номерде WhatsApp бар. Өзіңіздің страницаңыз болсын, қайсысы болсын, маған жіберіңіз, мысалы көрейін. Сосын тағы бір сұрақ. Онлайн форматта, яғни үйден шықпай жасай аламын ба мен ол жұмысты? Жоқ, бізде посещение болу керек. Посещение дегенде бір определенный мысалға аптасына бір рет деген сияқты ма, или прям с утра до вечера? Жоқ, ондай емес, аптасына 4 рет. Жоқ, мен сұрап атқаным, таңертең 9-дан 6-ға дейін офисте отыру керек деген сияқты нәрсе бар ма? Жоқ, ондай конкретно ондай жоқ, просто сіз заказдар болған кезде соның барлығын выездке шығу керек, выезд бар бізде, мероприятияларға шығамыз, сол кезде жүру керек. Қалай ол выезд деген кез келген уақытта, мысалға түнде или кешкісін деген сияқты ма? Иә. То есть график не нормированный, сол себептен бізде болады, мысалы праздниктерде бір компанияларға барамыз, сол жерлерде фуршет жасаймыз деген сияқты ғой, сол себептен сол қасымызда жүру керек. Дастарханды суретке түсіру үшін, иә? Иә, именно біздің өзіміздің жасайтын мысалға
банкеттің сол басынан аяқ жүрудің керегі жоқ. Басында суретке әдемі жасалып тұрған кезде түсіріп, сосын кете берсем болатын шығар. Иә. Сосын өңдеп оны контентті мысалға план жазған кезде оның барлығын сізге каждый раз айтып бүйтіп отыру керек па, или бір айда бір рет жаңағыдай тексертіп алып, сосын соны жүргізе берсем бола ма? Ол жағын барлығын енді собеседование барысында сөйлесу керек. Мен мысалы контент мен бір аптаға жасатам, себебі бір аптаның ішінде соны орындау керек уже. Жарайды, онда мен сіздің WhatsApp-ыңызға мен жеке парақшамның несін ссылкасын жіберіп көрейін, қарап көріңіз, сосын маған кері байланысқа шығарсыз, иә? Жақсы, рахмет үлкен. Сау болыңыз. Жұмысқа кіріп кетті. Болды, мен көрші жүргізбеймін, мен жұмысқа кіріп кеттім деймін. Осылай қыздар, егер опытыңыз болмаса да, егер курсты Инстаграмды дұрыс жүргізуді үйреніп алсаңыз, пост жазу, таргеттік жарнама, фото, видео өңдеу деген сияқты нәрселерді білетін болсаңыз, кез келген жерде отырып, кез келген бизнестің, яғни дүкен болсын, басқа бизнестер болсын, парақшаларын ақылы түрде жүргізсеңіз болады. Жаңағы телефон сөйлескен кезде естігеніңіздей күнделікті сағат 6-дан 9-ға дейін барудың қажеті жоқ. Выезд деген сияқты жаңағыдай тапсырыстар болған кезде барасыз, дастархан суретке түсіресіз, қайтып келесіз. Ол біз үшін тіптен ыңғайлы. Үйде отырған әйелдер мысалға кешкісін баламды қайда тастаймын демейсіз, күйеуіңіз жұмыстан келгеннен кейін сіз мен жұмысқа кеттім деп кетесіз. Сол сияқты өзіңізге ыңғайлы уақытта, ыңғайлы форматта, үйден көп шықпай жұмыс жасаңыздар. Бұл мүмкін. Енді жаңа эксперимент көрсеткендей, көп адамдардың сұрайтыны ол тәжірибе, яғни опыт бар ма деп сұрайды. Біз курс өткізген кезде, яғни курстың барысында біз үйреткен құралдардың барлығын өзіңіздің жеке парақшаңызда қолданып, нәтижесін көрсетсеңіз, жұмыс беруші жаңағы адамға көрсетіп, мысалға мен осыны жасау білем, мен пост жазу білем, мен таргет жіберу білем деген сияқты. Соның барлығын сіз тәжірибе ретінде жұмысқа орналасқан кезде қолдансаңыз болады. Осындай жұмысқа орналасу үшін әрине сізге ең алдымен SMM мамандығын, яғни кәсібін үйреніп алу керек, және біздің табысты Instagram онлайн курсы дәл осы нәрсеге бағытталған. Қазақша тренинг курстарында сіз осы кәсіптерді онлайн және қазақ тілінде қолжетімді бағамен үйрене аласыз. Біздің курстар видео сабақтар мен практикалық тапсырмалардан тұрады. Ол не деген сөз? Сіз тапсырмаларды сол жерде орындап тәжірибе аласыз. Және де тарифтерге байланысты куратормен немесе өз бетіңізбен өте аласыз. Бір жерге байланбай, кез келген елде, қалада жүріп, табыс табатын кез келді. Курсқа тіркеліңіз, сабақта кездескенше.